Ережеп айы кірген кезде Абу Талибтің қатты ауруы асқынып, ең соңғы ақырғы демдерін алып жатты. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Талибтің үйіне келді. Және бұның қатты өлім сәтінде жатқандығын, ауырып жатқандығын естіген Абу Жахил және Абдулла ибн Аби Рабиа деген кісі, Аби Умайя деген кісі екеуі де келді. Мына жақтан екеуі мүшриктер. Мына жақтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келді. Ей көкетайым деді. Ей көкетайым, сен бір сөзді айтшы, ла илаха иллалла деген, мен саған қиямет күні куәлікке жүрем деді. Мен саған қиямет күні куәлік, қаншама істеген жақсылықтар бар. Жетімдіктің дәмін таттырмай пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды өсірген кісі Абу Талиб еді. Ислам келген кезде сыртқы күштерден қорған болған кісі Абу Талиб еді. Ешбір адам оның намазына, ғибадатына тосқауыл болмаған себебі Абу Талиб бар еді. Сондай кісіге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям андай имансыз болып өліп бара жатқанын қаламады. Ей көкетайым, ла илаха иллалла деп айтшы, мен саған қиямет күні Алланың алдында куәлікке өтем деді. Дәл осы сөзді айтқан кезде Абу Жахил тұрып айтады дейді. Ей Абу Талиб, көкеңнің, аталарыңның дінінен баз кешесің ба деп айтады дейді. Аталарыңның дінінен баз кешесің ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ей көкетай, ла илаха иллалла деп айтшы десе, Абу Жахил тұрып, ей Абу Талиб, аталарыңның дінінен баз кешесің ба? Қаншама жыл ұстаған дінінен өлім сәтінде баз кешесің ба? Деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламмен бірге қасарысып Абу Жахил де өзінің жаңағы Абу Талибке соңғы сөздерін айттырып отыр. Сонда Абу Талиб ең ақырғы демін алған кезде ла илаха иллалла деп айтпастан өзімнің аталарымның дінінде қаламын деді де дүниеден өтіп кеткен екен. Абу Талиб дүниеден осылайша өтіп кетті. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Талибтің бас жағында жылап отырды да, ей көкетайым деді, Аллах тағала маған қашан тыйым салғанға дейін сен үшін кешірім тілей берем деді. Аллах тағала қашан маған тыйым салғанға дейін мен сен үшін кешірім тілей берем деді. Сонда Аллах тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға Таубе сүресінің 43-ші аятын түсірді. Пайғамбар мен мүминдерге, біздерге, пайғамбар мен мүминдерге, момын мұсылмандарға, біздерге, яғни тозақтық екені белгілі болғаннан кейін жақындары болса да мүшриктер үшін, яғни Аллахқа серік қосатын адамдар үшін кешірім тілеулеріне болмайды деген аят түсті. Біздерге және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға тыйым ретінде жақындары болса да Аллахқа серік қосқан күйде өлгендігі белгілі болатын болса, олар үшін кешірім тілеуге болмайды. Атеист болып дүниеден өткен атаң үшін кешірім тілеуге Алладан болмайды. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға сол сәтте Аллах тағала Қасас сүресінің 56-шы аятын түсірді. Ей Мұхаммед, негізінде сен өзің жақсы көргенді тура жолға бастай алмайсың, тура жолға сала алмайсың, алайда Алла кімді қаласа, оны тура жолға салады дейді. Көрдіңіздер ме? Жақсы көрген адамыңды тура жолға сала алмайсың, Аллах бірақ кімді қаласа, соны тура жолға салады деді. Аллах кімді қаласа деген не ол? Аллахқа қарай қадам басса деген сөз. Абу Талибтің еркінде болды ма? Сөзді айту еркінде болды ма? Әлде біреу мәжбүрлеп айтқызбадым, жоқ. Еркінде болды, ла илаха иллалла деген сөзді айту. Бірақ о кісі не істеді? Айтпады. Жібермеді бірдеңе ішінде о кісіні. Сөйтті де ол сол күпір күйінде дүниеден өтті. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Талибтің өлімінен кейін өте қатты қайғыға душар болды. Абу Талиб дүниеден өткен күннен бастап Меккенің мүшриктері пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға енді ашық түрде және сахабаларға да ашық түрде кәдімгідей азаптарын, зарар берулерін қайтадан бастады. Баяғы алғашқысындағыдай. Сонда мына Аббас ибн Абдул-Мутталиб деген кісі бар, бұл да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көкесі, Аббас ибн Абдул-Мутталиб. Сол кісі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келіп айтады. Енді Абу Талиб екеуі бір әкеден туған ғой, бауырлар. Аббас, Абу Талиб, Абдулла, Харис деген кісілер, Абу Лахаб деген кісілердің барлығы бір әкеден туған адамдар. Сол Аббас келіп айтады, ей Мұхаммед дейді, сенің көкеңе қандай пайдаң тиді дейді ғой. Сенің көкеңе
қандай пайдаң дейді, сені көкең қаншама қиындықтардан қызғыштай қорғап жүрген кезде дейді. Өмірден өткенге дейін сені көкең Абу Талиб қаншама қиыншылықтардан қорғады ғой Мұхаммед. Енді сенің көкеңе қандай пайдаң тиді деп айтты дейді. Аңғараңыз, сұрақты қараңыз. Кәдімгідей сахих деректерде, сенімді деректерде келген мына хабар. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, не деді? Негізінде ол деді. Негізінде ол тозақтың түбіне тасталынуы керек еді дейді. Бірақ менің себебіммен ол тозақтың алғашқы бетіне көшірілді дейді. Аңғараңыз. Негізінде ол түгелімен тозақтың түбіне тасталу керек еді дейді. Бірақ менің себебіммен ол тозақтың алғашқы бетіне көшірілді дейді. Оған берілетін азап тобығына дейінгі от деп айтқан екен. Көкесі Абу Талибке берілетін азап, егер де олай болмағанда ол түгелімен отта болатын адам еді деген хабарды айтқан екен.